Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сауатташу сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы А дыбысы мен әрпі. Сабағымыздың мақсаты оқушыларға А әрпін таныту, оқушының тілін дамыту, сөздік қорын байыту, сөйлеу мәдениетін қалыптастыру, оқушыларды табиғатқа, жан-жануарларға қамқор, адамгершілігі мол тұлға ретінде қалыптастыру. Балалар, мына суреттен не көріп тұрсыздар? Жарайсыздар. Бұл суретте ағаш. 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 Балалар, ағаш сөзі қандай дыбыстан басталып тұр? Өте жақсы. Ағаш сөзі А дыбысынан басталып тұр. Балалар, А дыбысы қай жерінде кездеседі ағаш сөзінде? Жарайсыздар. Басында және ортасында. Өте жақсы. Балалар, А дыбысы қандай текшемен белгіленген? Жарайсыздар. А дыбысы қызыл текшемен. Ол дегеніміз А дыбысы дауысты дыбыс дегенді білдіреді. Өте жақсы, әрі қарай балалар. Келесі суретте не көріп тұрсыздар балалар? Жарайсыздар. Алма. 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 Алма сөзінде А дыбысы бар ма балалар? Өте жақсы. Алма сөзінде А дыбысы 2 рет қайталанады. Қай жерінде балалар? Жарайсыздар. Басында және соңында. Әрі қарай. Балалар, келесі тапсырмада дыбыстық талдау жасау керек. Суретте бейнеленген заттардың атауын тауып, дыбыстық талдау жасаймыз. Бірінші суретте не көріп тұрсыздар балалар? Өте жақсы. Арба. Арба. Арба сөзінде А дыбысы бар ма балалар? Жарайсыздар. Арба сөзінде А дыбысы 2 рет қайталанған. Балалар, арба сөзін буынға бөлейікші. Арба. Өте жақсы. 2 буынды сөз. Демек, сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Арба сөзінде дыбыс саны нешеу балалар? Өте жақсы. Арба сөзінде дыбыс саны 4-еу. Әріп нешеу? Жарайсыздар. Әріп те 4-еу. Буын саны 2-еу. Жарайсыздар. 2-еуі дауысты, 2-еуі дауыссыз дыбыс. 4 дыбыстан тұрады. Әрі қарай балалар. Келесі суретте ненің суреті бейнеленген балалар? Жарайсыздар. Келесі суретімізде арыстан. Арыстан сөзін буынға бөлейікші балалар. Өте жақсы. Арыстан сөзінде 3 буын бар. А-рыс-тан. 3 буын. Балалар, дыбыс саны нешеу? Жарайсыздар. Дыбыс саны 7-еу. 3 буын бар. 3 буын. 3 буын дегеніміз 3 дауысты дыбыс, 4 дауыссыз дыбыс бар. Яғни барлық дыбыс саны 7-еу, әріп 7-еу. Өте жақсы. Әрі қарай балалар. Келесі суретте не көріп тұрсыздар? Жарайсыздар балалар. Келесі суретте ананас. Буынға бөлейікші балалар. Өте жақсы. А-на-нас. 3 буынды сөз. Дыбыс саны нешеу балалар?
Жарайсыздар. Дыбыс саны 6. Үшеуі дауысты, үшеуі дауыссыз. 6 дыбыс, 6 әріп. Жарайсыздар, әрі қарай балалар. Келесі суретте ненің суретін көріп тұрсыздар? Өте жақсы балалар, жарайсыздар. Келесі суретте анар. Анар сөзінде дыбыс саны нешеу балалар? Керемет. Анар сөзінде дыбыс саны 4. Буынға бөлейікші балалар. А-нар. Неше буын? Тамаша. Анар сөзінде 4 дыбыс бар. 2 буын. Демек, екеуі дауысты, екеуі дауыссыз дыбыс. Жарайсыздар балалар, өте жақсы. Әрі қарай. Келесі балалар біздерге, яғни сіздерге Тапқышбектің тапсырмасы бар екен. Тапқышбек айтады, А дыбысының орнын тап дейді. Суретте берілген заттардың атауын тауып, ішінен А дыбысының орнын табуымыз керек. Бірінші суретке қарайықшы балалар. Қандай зат? Шана. Өте жақсы, өте жақсы. Шана. Шана сөзінде неше буын бар балалар? Жарайсыздар. Шана сөзінде 2 буын бар. Дыбыс саны нешеу? Керемет. Дыбыс саны 4. Екеуі дауысты, екеуі дауыссыз. 4 әріп, 4 дыбыс. А дыбысы басында және соңында. Келесі әрі қарай балалар. Келесі суретте асық. Өте жақсы. Асық. Асық сөзінде А дыбысы бар ма балалар? Жарайсыздар. Асық сөзінде А дыбысы бірінші кездеседі. Дыбыс саны нешеу балалар? Керемет. Дыбыс саны 4. 4 әріп. 2 дауысты, 2 дауыссыз. 2 буыннан құралады. Жарайсыздар. Әрі қарай балалар. Келесі суретте қайық. Өте жақсы. Қайық. Қайық. Неше буын бар балалар? 2 буын бар. Өте жақсы. А дыбысы қай жерінде орналасқан? Жарайсыздар. А дыбысы екінші орналасқан. Дыбыс саны нешеу балалар? Өте жақсы. Дыбыс саны 5. 5 дыбыс, 5 әріп. 2-і дауысты, 3-і дауыссыз. А дыбысы екінші орналасқан. 2 буынды сөз. Әрі қарай келесі суретте балалар не көріп тұрсыздар? Өте жақсы. Шар. Шар. Буынға бөлейікші балалар. Шар. 1 буын. Яғни дыбыс саны 3. 1 буын. Демек, 1 дауысты дыбыс бар. Осы жерде балалар ережені еске түсірейік. Сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Шар. Шар сөзінде дыбыс саны 3. 3 әріп. 2 дауысты, 1 дауыссыз. Жарайсыздар балалар. А дыбысы ортасында орналасқан. Әрі қарай өте жақсы балалар. Балалар, енді біздер бүгінгі танысып жатқан А дыбысын, А әрпін жазып үйренеміз. Дәптерімізге әдемілеп, көркемдеп үлкен А және кішкене А-ны жазамыз.
Балалар, бүгінгі тақырыпты жеткілікті түсінді деп ойлаймын. Әрі қарай келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.